Сәлем достар, бүгін біз 4-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі пәні бойынша жаттығуларын орындайтын боламыз. Ендеше біз 28-ші беттен бастаймыз. 25-ші жаттығу. Listen and write, then label the pictures with the words in bold. Біз бұл жерде динозавр туралы айтылғаны көріп тұрмыз. Және де мына текстта бізде қарамен үш сөз көрсетіліп қойған, я? Horns, speakers, тест деп аталады. Және де біз бұл жерде мына көріп тұрмыз, белгіленіп қойған, я? Horns деген, я? Және бұл балдар, бізде бұл динозаврдың бөлшектері туралы айтылған. Және де мынаны көріп тұрғанда екі, я? Екіде бізде көрсетіліп қойған мынау динозаврдың тікенектері, я, арқасында тұрған. Соның біз ағылшынша аудармасын айтуымыз керек. Speakers болады, мына, я? Мына екіншісі тұрған. Соны біз екіге қойып шығуымыз керек. Және де үшіншісінде болады бізде this. Және де бізде төртіншісінде болады. Бізде бұл жерде айтылған, я? Тура солай қойып шығуымыз керек орнына, я? Мына. Бесте болады tile. Алтыда болады бізде close. Балалар, тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Және де осыны өзіміз оқып жаттап, аудармасын жазып аламыз. Мен сендерге қалай қайда қою керек екенін көрсеттім. Ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп лайк басып кетеміз.